6 мен 8 қазан аралығында Қызылорда қаласындағы Ноком боксинг клуб ұйымдастыруымен Қазақстан Республикасының Республика күніне арналған бокстан оқушылар арасындағы ашық турнирінде номер 250 мектеп-лицей командасы қатысып, 8 оқушымыз жүлделі орындарға ие болып келді. Атап айтқанда, Бауыржан Сырым 1-ші орын, Қуандық Ермек 1-ші орын, Әбжан Мұстафа 1-ші орын, Әбдірасыл Махмұд Сұлтан 2-ші орын, Сереков Жалғасбек 3-ші орын, Бейбітов Мислам 3-ші орын, Сәбитбекұлы Санжар 3-ші орын, Мұратбек Бекжан 3-ші орын. Оқушыларымыз бен жетекшісі Беков Берік ағайымызды құттықтаймыз. Сәлеметсіздер ме? Тәмет Көңбаев атындағы номер 200 мектеп-лицейінің талантты оқушыларын таныстыратын топ жарған бағдарламасы. Бүгінгі қонақтарымыз Қызылорда қаласында өткізілген бокстан ашық турнирімізден жеңімпаз атанып келген оқушылар және де жетекшіміз Берік ағай. Ағай, осы болып өткен турнир жайлы не айтасыз? Біріншіден, осы мектебімізге телестудияға шығармашылық табыс тілеймін. Бұл өткен турнир жайында айтсақ, Павлодар ойдайды бауырымыздың ұйымдастыруымен нокаут клуб кешенінде жарысымыз өтті. Ол жерге 200-ге жуық спортшы қатысты. 250 командасынан 8 бала қатысып, оның 3-еуі жүлделі 1-ші орынға ие болды. Бауыржан Сырым, Қуандық Ермек және Әбжан Мұстафа. Және де Әбдірасыл Махмұд Сұлтан жақсы өнер көрсеткен үшін бағалы сыйлыққа ие болды. Жарысқа қатысушы балдарды қалай таңдадыңыз? Аудандық іріктеу болды ма? Әрине, қарамақшымызда бокс жақсы дамыған. Бірінші үйірмемізде іріктеулер болады. Содан соң спорттық мектептерге барып іріктеу жасаймыз. Содан ары қарай облыстық және республикалық жарыстарға шығамыз. Боксшы болатын балаға қандай қасиет тән деп ойлайсыз? Бокс төбелес емес, бұл өнер. Сол себептен бұл жерге икемді, намысты, нағыз өнерлі жігіттер керек. Бұл спорт түріне жеңген де жеңілген де соққы алып шығар. Сол себептен нағыз ер жігіттер қатысатын спорт түрі. Бокс спортын не үшін таңдадыңдар? Мен бокс спортын таңдаған себебім боксқа нағыз ер азаматтар қатысатын спорт түрі деп ойлаймын. Болашақта үлкен жарыстарға қатысып, Қазақстанымыздың атын шығаруға деген үлкен мақсатым бар. Еліміздің көп туын желбіретіп жүрген ағаларымыз сияқты болғым келеді. Боксқа тоқа мықтылар қатысады деп қатыстым. Бокс спортында қандай қиындықтар кездеседі? Қандай спорт түрі болса да, қиындықсыз еш нәтиже шықпайды. Қиындықтың арқасында жеңіске жетеміз. Мысалы, жарақат алып қалуы да мүмкін. Оның үстіне салмақ ұстау режимін сақтау керек. Берік ағай, чемпиондарымызды жаттығып спорт залға барып тамашаласақ. Әрине. Қан ойнаған, таңым азатар айланған, тұлпарым бар төс көрлеген, дұшпанына дес бермеген қазақпын. Жанарымда от билеген, найзағаймын көкті үйреген, жауынгермін жау келгенде, жаурынынан оқ тимеген қазақпын. Дулығалы бас кескен, тамырым терең тас тескен, болашақтың қамы үшін басын тігіп бәс тескен. Төре тұрып төр берген, қожа тұрып қол берген, қасанысқан қашауды қанжығама өңгерген.
алтын жалды атқа мінген, жас қанатын жалғыз ғана жаратушы хақ тәңірден қазақпын. Атырау мен Алатаудан, Алтайарқа Қаратаудан тарихымды таңба қалап тасқа жазып тараталған қазақпын. Ағай, жұмыс жасап келе жатқаныңызға қанша уақыт болды? Мен еңбек жолын 2016 жылдан бастадым. Үйірмемізде сол жылдардан бері басшылардың қолдауымен жұмыс жасап келе жатыр. Үйірмеде қанша оқушы бар? Үйірмеде 20-25 тұрақты бала жаттығу жасайды. Үйірмеге қанша жастан бастап келеді? Негізі бокс ауыр спорт болғандықтан оң солын танып 10-15 жас аралығында қатысу керек.